Қайырлы күн достар, бүгін біз өте дәмді және тез дайындалатын блинный тортын дайындайтын боламыз. Дәмі деген өте тәтті. Ол үшін енді бізге керекті заттар дайындап қойдым. Керегі бізге жұмыртқа, қант, сүт, сұйық май, ұн, какао. Жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін бір қасықтай толтырмай ас содасын салып тағы араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Сүтіміздің жартысын ғана құямыз. Шамалсын. Какао мен ұнымызды салып араластырамыз. Содан кейін сүтіміздің барлығын құямыз. Түйіршіктер болмау керек, соған дейін араластырамыз. Міне болды, біз араластырып болдық. Енді қызып тұрған табада осылай құйып пісіріп аламыз. Жасап көрсеңіздер болады. Дәмі деген өте ерекше, тәтті және тез дайындалады. Блинымыздың барлығын жасап болдық. Енді креміне кірісеміз. Кремін өздеріңіз білесіздер, қандай творожный сырдан, сливкидан жасауға болады. Мен қаймақ пен вареный сгущенкадан жасадым. Бір банка қаймақ, 20% және вареный сгущенка бір банка. Екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз осылай. Араластырып болғаннан кейін енді тортымызды жинаймыз. Жинап болғаннан кейін енді ганашын, үстіне құятын шоколадын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт керек, қант керек, какао және май. Осын барлығын енді араластырып тұрамыз. Қоюланғанша асты күйіп кетпеу үшін. Міне біздің ганашымыз дайын. Торттың үстіне құйып, холодильникқа кем дегенде 2 сағатқа қоямыз. Тортымыз дайын, жасап көріңіздер. Ас болсын.